Ассалаумағалейкум, құрметті ойлан қазақ арнасының көрермендері. Сіздермен мен Ернар Маратбек Осмабек. Бүгінгі видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Бүгін кезекті рет Қытайдағы Шыңжаңда өтіп жатқан ауыл шаруашылық көрмесінен сіздерге видео көрсететін боламыз. Мына Қытайдың ауыл шаруашылық өнімдері өте жоғары деңгейде дамып жатыр. Оған дәлел мына өнімдер. Мына өнімдердің барлығы да Қытайда өсіп жатқан өнімдер. Қараңыздар, мына жерде әңгіліктер. Көп тұрған болсаңыздар. Мына жерде брокколи бар екен. Жақта ананас. Мына жерде қияр. Көріп тұр ғой. Мынау міне болгар бұрышы. Мына жақта қызанақ. Жақта баклажан. Өзіңіз көріп тұрғандарыңыздай Қытайда ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру өте жоғары деңгейде дамып жатыр. Әсіресе Шыңжаң аймағында. Мына жақта, мынау шамасы қателеспесем, түсінбедім не екенін. Сіздер пікірге жаза отырыңыздар не екенін. Бірақ ауыл шаруашылық өнімдері өте жоғары деңгейде өндіріліп жатыр. Біз өкінішке орай ұйықтап жүрген кезде бұл жақта агро өнімдердің даму қарқыны өте зор. Біз ауыл шаруашылық өнімдерін өндіреміз, Қытайға экспорттаймыз деп жүрміз ғой. Бірақ ол уақытта керісінше біздің елге осы тауарлар кірейін деп жатыр. Мына қараңыздар, мына жерде нан. Ауыл шаруашылық бағыты да Қытайда өте жоғары деңгейде дамып жатыр. Мына көріп тұрған болсаңыздар. Бұның бәрі ғылымның арқасында, ғылым білімнің арқасында осындай өнімдерді өндіріп жатыр. Және кеше сөйлескен кезде келіссөздер барысында органика қылып та өсіріп жатырмыз дейді. Енді қаншалықты екенін мен айта алмаймын. Дегенмен кешелі бері осы жақта қонақта болып өнімдерін жеп көріп жатырмыз. Бірақ дәмі жақсы шынында да. Мына жерде апельсин. Мына жақта шамасы шабдалы болу керек. Мына қараңыздар, шабдалылар қалай өсіреді. Ешқандай құрт жоқ. Мына жерде де алмалар міне. Мына жерде шамасы мынау. Пікірге жаза отырыңыздар, мен барлық жемістерін тани алмай жатырмын. Дамы қалай екен, нереге? Дамы жақсы ма? Қышқыл. Мына жақта банан. Ғылымның арқасында өте жоғары деңгейде дамып кеткен. Дәмі өте жақсы. Жүзімдерінің дәмін көрейік. Өте әдемі. Мен енді өздеріңіз білетіндей 4-5 жылдан бері ауыл шаруашылығында жүрмін. Мына тіпті міне ғылымның арқасында кивиде де өсіріп жатыр екен. Өте жақсы дәмі. Altın orada şey var yok mu? Altın Şunu da himya мен
өскен деп айта алмаймын. Органикалық жағы басымдау сияқты. Міне ғылымның арқасында қалай дамып жатқанын көріп отырсыздар. Бізге де осы өнімдерді көбірек өсіру керек. Дәмі шопағы жоқ қой ішінде. Бұл жақта негізінен Шыңжаң аймағында өндірушілер, өзіміздің қазақ қандастар көбісі, фермерлер. Солармен бізге көбірек тәжірибе алмасы керек. Осы Қытайда бүгін 3-ші күн жүрміз. Бұл жақта қандастарымыздан келіп үйренуге болады негізі. Ғылым пайдаланып, ауыл шаруашылық саласына да үлкен инвестициялар құйылып жатыр. Мына жерде де қойып қойған. Бір бізге тиімдісі бұл жердің. Шыңжаңда өзіміздің қандастар және өзіміздің түркі тілдес бауырларымыз ұйғырлар, олармен де келіп тәжірибе алмасуға әбден болады. Үйрену керек келіп. Үйрену керек және өзімізде жасау керек, Алла бұйыртса. Әрине бұл жақтан да алып кіргізіп атқандар бар. Біздің елге қазір мына жақта жүрген кәсіпкерлердің көбісі осы жерден алып ішке кіргіземіз деген ниеттері бар, осы тауарларды. Бірақ мемлекетіміз даму үшін, отандық өндірісіміз даму керек. Ол үшін осы жаққа келіп, қандастармен араласып, Шыңжаңдағы қазақтарымыздан үйреніп, ғылыммен қалай жасап жатқанын көріп, содан кейін Алла бұйыртса өзімізді дамыту керек. Сонымен міне көрме. Негізі ана жақта мал шаруашылық өнімдері өте көп. Менің айтқым келетіні, қазір визасыз режим енгізілді. Еш уайымдамай, алаңдамай өтіп келіп, қорықпай, үйреніп, ғылым білімін игеріп, Қытайдың ошықта қандастарын үйреніп, өзіміздің елдің отандық өндірісін дамыту керек. Сонымен видео ұнаған болса, видеоға лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, сұрақ қойыңыздар, видеоны басқа қандастарымызбен бөлісіңіздер, және арнаға жазылмаған болсаңыздар, жазыла кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ернар Мұратбек Оспабек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.